Саламатсыздар балалар, бүгін 4-ші сынып математика сабағынан 72-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы кездесу қозғалысына берілген есептер. Бірінші тапсырманы орында. Бибігүл Ахметқызы Төлегенова опера әншісі, Кеңес одағының және Қазақстанның халық артисі, социалистік еңбек ері, педагог. 1929 жылы 16 желтоқсанда Семей қаласында дүниеге келген. Балалар аты аңызға айналған әншімен сағат 17:00-де, яғни 5-те басталатын кездесуге аттанды. Олар ауылдан қалаға автобуспен сағат 15:30-да, демек 3:30-да шықты. Автобус 60 км/сағат жылдамдықпен жүрді. Ауылдан қалаға дейінгі арақашықтық 25 км. Егер кездесу басталардан жарты сағат бұрын келу қажет болса, онда олар уақытында жете ала ма? Бұл жерде 60 км дегеніміз 60 км-ді 60 минутта жүрген. Яғни 1 сағат. Яғни 25 км-ді 25 минутта жүріп өтеді екен. Демек, бұлар кешікпейді. 15:55-те келеді екен. Екінші тапсырма: велосипедші сөреден бастап 35 км/сағат жылдамдықпен 3 сағат жүрді және оған мәреге дейін әлі 45 км жүру қажет. Сөре мен мәренің ара қашықтығы қандай? Бұл жерде біз теңдеу құрастырамыз. Және де біздің белгісіз мәніміз 150-ге тең болды. Демек, сөре мен мәренің арасы 150 км-ге тең екен. Келесі тапсырма: ара қашықтығы 1220 км болатын екі қаладан бір уақытта біріне қарама-қарсы бағытта екі пойыз шығып 10 сағаттан кейін кездесті. Бірінші пойыздың жылдамдығы 60 км/сағат, екінші пойыздың жылдамдығын тап. Бұл жерде де бізге теңдеу берілген. Мына теңдеуді табамыз. Бұл жерде белгісіз мәніміз x. X-іміз 57-ге тең болды. Демек, екінші пойыздың жылдамдығы 57 км/сағатқа тең екен. Келесі тапсырма. 4-ші. Бір қаладан екінші қалаға бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі пойыз шығып, 2 сағаттан кейін кездесті. Олардың бірінің жылдамдығы 98 км/сағат. Егер екі қаланың арасы 396 км болса, екінші пойыздың жылдамдығы қанша? Бұл жерде де теңдеу құрастырамыз. Біздің белгісіз мәніміз x. X-тің мәні бірінші А тапсырмасында 100-ге тең, яғни екінші пойыздың жылдамдығы 100 км/сағатқа тең екен. Екінші тапсырма: бір қаладан екінші қалаға бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі пойыз шықты. Олардың бірінің жылдамдығы 72 км/сағат болса, екіншісінің жылдамдығы 68 км/сағат. Егер екі қаланың арасы 420 км болса, олар неше сағаттан кейін кездеседі? Бұл жерде де біз теңдеу құрастырамыз. Біздің белгісіз мәніміз x. X-тің мәні 3-ге тең. Демек, пойыздар 3 сағаттан соң кездеседі екен. Келесі тапсырма: Арман мен Серік велосипед жарысына қатысты. Арман 200 метр/минут орташа жылдамдықпен қозғала отырып 24 км жүрді. Ал Серік осы қашықтықты 14 км/сағат жылдамдықпен жүрді. Олардың қайсысы көбірек жүрді және қанша уақыт артық жұмсады? Бұл жерде жауабы 17 минут артық жұмсаған екен. Келесі тапсырма: сызбаға қара, қалай ойлайсың, қандай нысандардың қозғалысы туралы айтылады? Сызба бойынша есеп құрастырып, оны шығар. Сен қандай тәсілді таңдадың, арифметикалық па, әлде алгебралық па? Бұл жерде бірінші тапсырмаға және екінші тапсырмаға да теңдеу құрастырамыз. Бірінші тапсырманың x белгісіз мәні 4-ге тең. Екінші тапсырманың x белгісіз мәні 35-ге тең. Келесі тапсырма: амалдардың орындалу ретін анықта және есепте. Бірінші тапсырманың бірінші есептің мәні 1.224.949 шықты. Екінші есептің мәні 813.306 шықты. Келесі тапсырма: егер Арман өрнекті амалдардың орындалу реті бойынша жазған болса, онда оның қандай өрнекті есептегенін тап. Бізде мына жерде белгісіз мән көрсетілген. Осы есептердің бірінші мәнін тауып аламыз. Мәнінен шыққан сандарды осы жерге жазамыз. Сол кезде Арманның
орындалу реті көрсетіледі екен. Келесі тапсырма. Үлкен жол бойында 2 километр жерге дейін жылдамдықты 60 км сағаттан асыруға болмайтын жол белгісі тұр. Жүргізуші бұл жол бөлігін 3 минутта жүріп өтті. Жүргізуші жол жүру белгісінің талабын сақтады ма? Жүргізуші 3 минутта 2 километр жол жүрген болса, 2 минутта өтіп кетеді екен жолдан. Яғни, жол жүру ережесі белгісі сақталды деген сөз. Келесі тапсырма. Ауыл мен қаланың арасы 81 километр. Олардан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта 2 велосипедші шығып, 3 сағаттан кейін кездесті. Қаладан шыққан велосипедшінің жылдамдығы 12 км сағат. Ауылдан шыққан велосипедшінің жылдамдығы қандай? Бұл жерде де біз теңдеу құрастырамыз. Біздің белгісіз мәніміз x. X-ің мәні 15-ке тең. Яғни, екінші велосипедшінің жылдамдығы 81 км сағатқа тең болған екен. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды балалар. Сау болыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар және колокольчикті басып қойыңыздар.